Мен сізге сұрам, мен түшімді қыбыланы қарап намаз оқып жатқаным түш көрдім. Ошол түшті 2 күн қатары менен көрдім. 3-ші күні түшімде мен өліп, мені қабырға қойып жатышыптыр. Мен қабырға кіргенден кейін маңа сұрақ болот деп, 2 сұрақ алған періштені күтіп атып тұрмын. Мені қабыр азабынан пайғамбарыбыз Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям келіп құтқарат деп. Себебі пайғамбарымызға саллаллаху алейхи ва саллямға көп салават айтып, көп естегенім, көп зикір қылғаным үшін ушул түшті чечмелеп беріп қоясыз бұл. Біріншіден туғандар қараңыздар. Түш қанаттының пұтында байланғандай, ал қай жаққа жорысаң ушул жаққа учат дегендей. Иншалла түшті жақшылыққа жорыш керек, бұл түшті әркімге айта бербей, түш жорған, алым, же сізге жақшылық қалаған адамға айтыш керек. Анан кейін пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям тақсырлар қабырда келіп құтқарбайт. Қиямат күні шафааты бар. Пайғамбарыбыз айтқан, өзі айтқан. Қабырдың азабынан зикирден өткен құтқарушы амал жоқ деген. Албетте, ошо зикирге пайғамбарыбыз салаваты да кирет. Демек, истихбар да кирет, субханалла, альхамдулилля да кирет. Ушуларды көп айтып жүрсеңіз, иншалла, бұның қасиеті өте чоң. Атак түшіңіз, иншалла, қыбланы қарап намаз оқып атқаныңыз, қабырдағы ахиретті естеп атқаныңыз, альхамдулилля, бұл жүректің тазалануына, жана ахиретке даярданууга пайгамбарыбыз сүйүүнүн сүннети Алла кылат да.